сынып оқушысы Таирова Әселя. Бүгін Шымкент қаласынан құлай аққан Қошқар Ата өзенінде зерттеу жұмысын жүргізетін боламыз. Қошқар Ата өзені жай ғана табиғи сұлулық емес, ол мәдени және тарихи маңызы зор орын болып табылады. Бұл жердің атауы негізінен Мыңбұлақ болатын, өйткені мыңға жуық бұлақ осы Қошқар Ата өзенін толықтырып тұратын. Бұл өзеннің бастауы негізінде Қазығұртта үйдің оратысындай жерінен бастау алады. Әрі су мамандары талай рет суға бояу, шай құю арқылы тексеріп көрген, яғни олар қайта айналып осы өзен бойынан қайта шыққан. Қошқар Ата өзенінің қасиеті суының шипалылығында. Осы суының шипалылығы бойыма дарысын деп ниет еткен адамдар жыл 12 ай сайын осы өзен бойына келіп шомылып жатады. Яғни оның суы дертке шипа, көптеген дерттерге шипа болады. Қан қысым көтерілгенде, көздің көруі нашарлағанда, сонымен қатар денедегі түрлі ауруларды жазады. Ал енді соған көз жеткізу үшін осы жердегі адамдардан сұхбат алуға шақырамын. Сіздің есіміңіз кім болады? Есімім Рыскүл болады. Танысқаныма қуаныштымын. Сізге осы Қошқар Ата жайлы сұрақ қойсам бола ма? Болады. Яғни сіз бұл жерге қашаннан бері келесіз? Жалпы мен бұл жерге осы Шымкенттің тұрғыны болғандықтан мен бұл жерге осы Қошқар Ата ашылғалы, осы жаңадан орналасқалы келіп жүрмін. Шипасын естігенмін сырттан да, өзім де нәтижесін көрдім. Оның нәтижесі мен 7 күн тоқтамай неге келдім? Тізем ауырғандықтан, тізем қырсаған, 7 күн тоқтамай келіп түстім, жалықпай, ерінбей. 7 күнде уже әжептәуір результат берді. Ал сіз осы басқа қаланың тұрғындарына осы Қошқар Атаға келуді ұсынар ма едіңіз? Әрине ұсынар едім, өйткені мен сол қай бір жылы келіп жүрген кезде Астанадан келіп келдім. Осы жан-тән сауықтыру орталығына Қызылорда, Қарағанды, Жетісай, Сарыағаш жан-жақтан келіп жатқандар. Рахмет. Саламатсыздар, сізге осы Қошқар Атаға қатысты бір-екі сұрақ қоюға бола ма? Болады, әрине. Яғни өзеннің тазалығы сізді қанағаттандыра ма және нені жақсарту керек деп ойлайсыз? Бұрынғыдан қарағанда өте керемет болған бұл. Әрдайым осының басынан келіп су ішіп, ниеттерімізді айтып айтып. Жақсы керемет болған бұрынғы. Андай болатынбыз. Сұмдық келгімізге жиркеніп. Мен қазір өше керемет қыстаған. Яғни басқа адамдарға осы жерге келуді ұсынар едіңіз? Әрине. Келіңіздер біздің Қошқар Атамызға. Суы да ем, не тілесеңіздер, өзімізді садақасын істеп қойған бас жағы мынау су келіп алып, біз өзіміз келіп алып кетеміз әрдайым. Көріп тұрғандарыңыздай, Қошқар Ата өзенінің маңы адам танымастай өзгерді. Бұрын қоқысқа және осы маңдағы моншалардан шыққан лас суларға араласып тұратын. Қазіргі таңда бұл жерден өркениеттің, мәдениеттің белгісі айқын көрініс тапқан. Ал енді осы зерттеу жұмысына қорытынды жасайтын болсақ, Қошқар Ата тек қана табиғи көрініс емес, сонымен қатар тарихи мұра, рухани байлық болып табылады. Бұл өзен шымкенттіктердің басты мақтанышын салатын орны болып табылады. Яғни барлығымызды осы тарихты құрметтеп, Қошқар Ата өзенін таза ұстауға шақырамын.